Сәлем достар, көптің сұрауы бойынша тарақандардан оңай құтылу жолын айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Тарақандар олар түрлі жұқпалы ауруды таратушылар. Бұл аурулар әсіресе балалар үшін өте қауіпті. Олардан біржола құтылу үшін аталған жәндіктер туралы көбірек ақпарат біліп, жақынырақ тани білген дұрыс. Тарақандардың түрлері өте жиіркенішті және денені тітіркендіреді. Үйде тарақан пайда болса, олардан құтылудың жолын тезірек қарастырып, жою керек. Мен интернетті ақтарып, ары-бері іздестіріп, тиімді жолын іздеуге тырыстым және де таптым. Бұл өте тез құтылатын және оңай әдіс. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Дүкенде сатылатын лимонная кислота деп тұрады ғой. Біз асханаға қолданамыз ғой. Соның 2 пачкасын аласыздар осындай. Сосын шай ішіп жүрген шәугімнің ішіне 2 пачкасын салып, толтырып су құйып қайнатасыздар. Сонымен полды жуасыздар. Лимонның иісінен тарақандар қашып кететін болады, келмейтін болады. Және де қуыс-қуысқа мынандай шприцпен құйып жіберіңіздер. Осы әдісті кешкі уақытта жасаңыздар, кешке жуып шығасыздар полыңызды. Сосын келесі күні кешке тағы бір рет соны қайталаңыз. Осыдан кейін үйіңізге тарақан жоламайтын болады. Осы әдісті жасап көріңіздер. Сосын видеоның астына комментариймен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта қызық видеолар және пайдалы кеңестер түсіретін боламын.